Ассалаумағалейкум, Заңлайф арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен бірге жариялайық бағдарламасы. Әйгерім Тәжиеваның ісі бойынша Шымкент қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына келдік. Мәселенің анық-қанығын білу үшін алдымен өткен бағдарламаның қысқа нұсқа үзінділеріне назар салсақ. Мен осы Шымкент қаласының тұрғынымын. Аты жөнім Тәжиева Әйгерім Дүйсебековна. 2022 жылы декабрь айында өрт болды, бізде өрт шықты. Тура осы мына аксессуардан өрт шықты. Сот сатып алам деген екен. Мен Шымкенттің адвокаттарына сенбей отырмын. Ол өмірдегі болмаған немен арендаға беріп отыр ғой бұл. Біз бұндай Шымкенттің қақ ортасында тұрып бұндай білмейміз біз. 1.300.000-нан кем емес отырғандары. Бір дүкеннің? 1.300.000, 1 миллион, айна солай беріліп отыр ғой. Бұлардың қалағатсыз әкімшіліктен орынды алып алған. Беспредельный қылып. Сөйтіп, халықтың қанын сорып отқан адамдар ғой. Жауапсыз нәрселер ғой бұлар істеп отқандардың барлығы. Жауапты жігіт емес ол. Ол намаз оқимын, ойбай кереметтім деген әңгіме жоқ өрте. Өткен сот отырысында талап қойшы тарап Көжебаев Мұраттың адвокаттары сотқа өздері ұсынған іс материалдарымен толық таныспағаны себебінен сот отырысы міне бүгінге қалдырылған еді. Қазір сот залына қарай жақындап біздің Заңлайф арнасының түсірілім жасауына рұқсат сұрап көрейік. Мінекей қымбатты көрермен, біз қазір сот мәжілісінің нөмірі 6 залына келіп тұрмыз. Қазір сот процесі басталады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Өкінішке қарай сот залында аудио және бейне жазбаның жүруіне байланысты түсірілім жасауға судья рұқсат бермеді. Ендеше біз өртенген ғимараттың меншік құқығы бар иесі Көжебаев Мұраттың өзінен де даудың басы қалай басталғанын білейік. Мен Көжебаев Мұрат Дүйсенбекұлы. Мынау Шайхметтегі дүкеннің егесі болам. Сол жерде отқан арендатор кісілер 30-нан 31-іне кешкісін өрт шығып, өртеніп кеткен сол дүкен. Сол бойынша біз соттасып жатырық. Бірақ енді дүкенде оттың шығуына сатушылардың өздері ішінде отырып, арендаға алушылардың өздері ішінде отырып, кешкі уақытта өртеп алып отыр дүкенде. Ол дүкен жалғыз ол жерде дүкен өртенген жоқ. Ол қасындағы басқа да бутиктер өртенді, қасындағы экетажный здание бар, ол да өртенді. Соларға да от зиян тиген. Соның бәрі қазір менің шығыным болды. Енді бұлар қазір мені кінәлап, сол зданияны өздері ішінде отырып, өртеп алып отырып, және мені кінәлап отыр. Мен оған келіспеймін. Мен енді арендаға бергеннен кейін, кез келген аренда алушы сол зданияның мысалға бүтін тұруына жауаппен қарау керек қой. Бұл жерде мысалы айтатын болса, кез келген адам мысалға біреуге сеніп тапсырады, аман есен ұстап отыруына. Бұл жерде ішінде өздері отырып алып, өртеп алып отыр ғой, сол болып тұр мәселе. Түнгі уақытта өртеніп кетсе, мен түсінерім. Тоқта бір нәрседен болды, менің ағаттық кетті деп айтарым. Ал күндізгі уақытта отыр, ол 30 декабрь өте қатты суық болған кез. Одан кейін қанша пеш қосты, ол бір Құдайға мәлім. Сол себептен бұл жерде тоқтан шықты дейді, әртүрлі алып қашу сөздері бар. Біреу жаңа қытайский селфи лампадан шықты дейді. Есіктің аузынан бастап өрт басталған дейді. Мен енді өз көзбен көрмеген екен, білмей тұрмын. Оны көрген адамдарды мен танымаймын шыны керек. Мен кейін сол өрт болғаннан кейін, өртті пожарныйлар сөндіріп болғаннан кейін естіп барып отырмын ол жерге. Сол жерде олар мені кінәлап, тауарларының жанып кеткен бәрін менен өндірмекші болып жатыр қазір. Сол себепті мен соттасып жатырмын. Сіз қай уақыттан бері сонда меншік құқығы болып табыласыз? Мен 2021-ден бері меншік құқығы болып табылам, бірақ аренданы ол жерде бір-екі келісімдер бар. Сол кісілер бұлар жылына договорға отырады, бұлар договорға отырып, ақшасын беріп қойған алдын ала. Сол себептен бұл кісілердің мен арендасын бұзбай келгенмін. Бірақ бұл кісілердің арасында арендалары сроктары жақындап жатқан. Мысалы, біреуі 31-де біту керек болған, біреуі сол аренданың уақытында бітуіне жақындап келе жатқан кез болу керек.
Сол себептен енді тур арендаларын бітетін уақыттарында өртеп алып отыр ғой былайқында. Сөйтіп мені кінәлап отыр тағы да. Түсініп отырмын ғой, енді бұл ғимарат сіз сатып алған ғимарат қой, яғни? Иә, мен сатып алған. Ол легкий конструкциядағы ғимарат. Ол жерде шұға өте шишадан жасалған. Ол былайқанда ауыр құрылыс жүргізілетін жер емес. Сол жерге арендаға жеңіл немен отыру керек болатын. Ал бұл кісілер енді маған айтуларына қарағанда өте көп сумадан маған мойныма ілініп жатыр. Өрт енді Айгерім Тәжиеваның дүкенінің ішінен шыққан ба, ішіндегі алып отырған орнынан? Жоқ, көршісінен шыққан. Енді ол қалай шыққан, оны білмеймін, Айгерімнен сұрау керек. Олар сол арендада алып отқандардан сұрау керек, мен олардан сөйлеспедім шыны керек. Олар айтқан да жоқ маған. Біз енді түнгі уақытта, түнгі сағат 2-де ұйықтап жатқан автобустың орнынан тұрып договор жасадық енді. Солай аяқ астынан солай болып кетті. Қалай болды жерге өрт болды, сіз бардыңыз? Енді сіздің мысалға мен өртеніп кетті де сөйтіп мен барсам барлығы мысалы милиция басқа сол жерде арендадағы отқандарға бәрі мен кінәлап сен кінәлісің. Аяқ астынан мен кінәлі болып шықтым ол жерде. Сөйтті де мен кінәлі болып менен шығынның бәрі менен өтеу туралы олар арызданатындарын айта берді. Енді мен де шок ұйсыстым, қаншама әжеттім, қанша еңбек жанып кетті жерде. Сөйтіп бізде ол жерде жаңағыдай адамшылығына болмағандықтан соған Құдайға шүкір деп жаңағы сол жердегі арендаторларға жарайды, мақұл келісеміз, шығындар болса өтеп береміз деген әңгімелер айттық енді. Бірақ олардың айтуына қарағанда бірінші кезде 2 миллион, кейін 8 миллион, 10 миллион, 27 миллион, қазір 40 миллионға шейін барып тұр. Шығындары, оның бәрі маған іліп жатыр. Мен оған келіспеймін. Олардың дүкендерінде қанша тауар болғанын ешкім маған өткізген жоқ. Өздері өздері өртеп алып отыр, өздерінің салақтықтарынан байқаймын. Бір сондай жағдай болды, КМБ-да Steam деген ағасы болам деп бір таныстырып, сол кісі мені түнгі уақытта еркекше сөйлесті, қараңғы жерде сөйтіп мәжбүрлі түрде деуге болады, амал жоқтан келістім енді. Бірақ мынанша сумаға көшіп кетті, өсіп кетті деп ойлаған жоқпын. Ол жерде миллиондап әңгіме айтылып кетті да кейін. Сол себептен біз ертесінде жиналып, есімізді жиғаннан кейін барып, жаңағы соттасуға шешім шығардық. Ол тем более ол түнгі сағат 2-де нотариуспен жасалып отыр. Чистосы да дұрыс емес, келісімдер де дұрыс емес ол жерде. Магазиннің өзінің әркімге өзінің ол жерде 4-5 арендатор бар, солар өздерінің тиесілін алу керек болса, бұл кісі бүкіл қалған 4 кісінің де жерін бәрін алып отырды. Еще 5 жылға тегін алып отыр. Ол ертеңгі күні мен қасындағы басқа кісілерді олар менен талап етсе, мен оларға не берем? Ештеңе беремін. Сол себептен бұл кісімен жасасқан келісім шарт дұрыс емес деп есептеймін. Дұрыс емес дегенде сіз жаңа қорқытып үркіткенге мәжбүрлі түрде барып отырмын деп отырсыз ғой. Енді полицияға шағымдану ойға келді ме сол кезде? Полицияға шағымдану не кедергі болды, сіз өзіңіздің құқығыңызды пайдалануға? Бұл жерде енді полицияға шағымдану туралы ойға келмеді негізінде. Бірақ жаңа бұл жерде таныс адамдар болғаннан кейін бәрі бір-бірімізді танитын болған, бұл жерде жалғыз мен емес, тағы қасымда компаньондарым бар деген сияқты. Солай ақылдаса келіп, біз бұл кісілерден енді бұл кісілерді жағдайын түсініп тұрық. Қазір біз соттасып отқан кісінің 6 бала шағасы бар. Бірақ бірінші кезде көмектесейік мақұл деген ойды айттық. Бірақ ол кісілер қабылдамады негізі. Кейін қазір бүкіл шаршы магазиннің көлемін алып отыр. Ол жерде қалған 3 бутик, мысалы бұл кісі 2 бутикті алған болса, қалған 3 бутик далада қапты да. Ол кісілерге де егер ертеңгі күні бір нәрсе беруім керек болатын болса, мен оны Айгерімнен сұраңдар деп айтуым керек болады. Ол Айгерім келіспесе, ал 5 жыл тегін отырады деп оларға не деймін. Сол себептен біз қазір осы договорды дұрыс жасалмаған деп бұзудамыз. Өздеріңіз естігендей Көжебаев Мұрат оқиғаның қалай болғанын баяндап берді. Ал енді осы Көжебаев Мұраттың жауабына Айгерім Тәжиева не дейтінін өзінен сұрап көрейік. Ол күні ешқандай үркіту болған жоқ. Өтірік жала жауып отырмаған. Жаңағы магазинді бермеудің амалын жасап отыр. Егерде неге бермеудің, қалай бермеудің? Маған тегін 5 жыл отыруға, договорда солай отырды ғой. 5 жыл тегін отырасыз, қазір мен сізге беретін ақшам жоқ. Соған келісесіз бе дегенде, мен келісемін деп договорға отырған болатынбыз. Олар да өз еркімен
ешкім оны мәжбүрлеген жоқ, қорқытқан жоқ, сүйреп апарған жоқ. Оны қорқытатын болса, неге басқа 102-ге мысалы шағымданбады? Сол жерде пожарныйда істейтін бүкіл қызметкерлер жүрді, бүкіл милициялар жүрді. Неге солардың біреуіне бұлайша айта салмады? Мен осылай қорқытып жатыр, мыналар мен үркітіп жатыр деп айтуға болатын еді, шағым жасауға болатын еді. Айналаның бәрі қаптап жүрген милициялар. Бұл іс жерге ешқандай шағым жасамаған, ол шындыққа жанаспайды. Жоқ, ондай комитетте, органда істейтін ағам да жоқ. Ол жерге кім келді дедіңіз жаңа? Ол жерге мен жеңгем келді, күйеуім барды, інім, сол кісілер жүрді. Сот әділ шешім шығарады деп ойлаймын. Барлық шындықты айттым. Мен мысалы 6 бала шағам бар. Сол 6 бала шағама деп істедім жұмысты. Қанша жылдан бері сол саудаға салдым, жинап тергеннің бәрін. Даже бір балам инвалид, соның ай сайын алып отырған, соған ай сайын алып отырған жәрдемақында сол бутигіме салып отырдым оборотқа. Соның өзін есептесек, бірталай ақша ол. Мысалы, мен өкіметтен ұрлап ақша ұрлап сауда жасап отқан жоқпын. Өз еңбегіммен келген нәрсе. Барлығы әділ шешім шығарады деп ойлаймын. Сотқа сенем. Екі тараптың да уәжін тыңдадық. Осы істің басы қасында жүрген Айгерім Тажиеваның адвокаты Тілеужан Кішкенебаевтың да жауабын тыңдап көрейік. Біз сот отырысынан шықтық. Сот отырысы 3,5 сағатқа дейін созылды. Енді барлығын жан-жақты сұрақтар болды, бәрі жауаптар алынды. Бірақ бүгін сот аяқтамады. Өйткені тағы да 1-2 адамның қатысу керек деген шешім қабылдады. Яғни нотариус іске дауға қатысты, және тағы 1-2 куәлердің қатысуы керек деп шешті. Соған байланысты енді сот отырысы 25-іне қалдырылды. Енді әрі қарай 25 күні сот қандай шешім қабылдайды, енді уақыт көрсетеді. Енді тілшілердің де сотқа қатысуына сот өзінің келісімін бермеді. Білмеймін, сот не үшін, бұл ашық сот болғаннан кейін келісім беруге болатын еді, бірақ өкінішке орай сот оны қатыстырмады. Енді біз сонда да бір сотқа сенеміз, енді бұрмалаушылық болмайды деп өзіміз ойлаймыз. Сот барысында талап қойушы өзінің талабынан тыс бұрмалаушылықтар әрекеттер жасады. Енді жасанды өтірік айтып отқан барлығы сотта белгілі болды. Соттың сұрақтарына жалтарып бұрмалаушылық әрекеттер жасады. Біздің өзімнің тарапынан да қойған сұрақтарыма бұрмалаушылық жасап, өзінің айтқан сөзімен кейбір сөздері қарама-қайшылықта туындай бастады. Бірақ енді айтқан сөздері шындыққа жанаспады. Бірақ енді осының барлығын сот ескереді деп ойлаймын. Енді алдағы уақытта өз шешім қабылдағанда бұрмалаушылық жасамайды шығар. Осы жалған құрастырылған талап екенін көріп отыр. Енді сот өзінің бағасын алдағы уақытта береді деп ойлаймын. Алдағы уақытта енді көретін боласыздар. Сонымен қымбатты көрермен, келесі сот отырысы 25 тамызға қалдырылды. Істі қарап жатқан судья барлығын объективті қарап, оң шешімін шығарады деген үміттеміз. Сіздермен бірге болған жариялайық бағдарламасы Рахат Қосай, Мадияр Ермек, Заң Лайф арнасы.